негізі біз бұрыннан айтып келеміз ғой, қаржы сауаттылығы ол жинау, жарату, табудан тұрады деп. Осы жерде жарату барысында бізде шығындар бар, эмоционалды шығындар. Эмоционалды шығындардың ішінде мысалы іш піскен кезде ала салу деген сияқты мәселелер бар. Біздің бұл эмоционалды шығындарымыздың зардабын тек қана өзіміз көріп жатқан жоқпыз, осы нәрсені түсіну керек. Оны біз жәнесе менің арқамда тұрған менің отбасым көріп жатырмыз. Жалпы шығын жасаудан алдын мына нәрсені өзіңе қағида етіп ал. 72 сағат жүйесі. Яғни егер бір заттың бағасы 30.000 теңгеден жоғары болатын болса, 72 сағат бұрын ойланамын. 72 сағат ойланамын, егер 72 сағаттан кейін де оған қажеттілік сезетін болсам, ол кезде мен ол нәрсені сатып аламын деген секілді. Эмоционалды шығындар бұл біздің қалауларымыз, саналы шығындарымыз бұл біздің мұқтаждықтарымыз. Мұқтаждықтар жабылады, одан кейін эмоционалды шығындарға рұқсат беріледі. Жалпы мына қаржы сауаттылығында негізі біз бұрыннан айтып келеміз ғой, қаржы сауаттылығы ол жинау, жарату, табудан тұрады деп. Осы жерде жарату барысында бізде шығындар бар, эмоционалды шығындар. Эмоционалды шығындардың ішінде мысалы іш піскен кезде ала салу деген сияқты мәселелер бар. Бұны біз қаржы сауаттылық кітабымызда ашқанбыз. Одан кейін мысалға тағы не бар? Одан кейін мысалға бізді айтатынымыз ол өзін жалғыз сезінген кезде бандай бір ішкі құндылықтары құлдыраған адам оны жасанды түрде мына өмірдің бір жалтыраған дүниесімен жабуға тырысады. Бірақ өкініштісі ол уақытынша. Мысалға алған кезінде бір ләззат беретін шығар, бірақ уақыт өте түсінесің, ол сенікі емес екендігін, не үшін алдың деген сияқты да өкініш болады кейде. Өзің жазғырасың, нем бар еді осы нәрсені жасап деген сияқты. Одан кейін есе бізде бағанандай бір шапоголизммен аламыз. Яғни ауру болып қалғаннан кейде көңіл көтеру үшін аламыз. Жалпы бұл нәрселер негізі адамды жақсылыққа алып келмейді. Сол нәрсені түсініп алуымыз қажет. Одан кейін есе біз бұл бостықты, ішкі бостықты керісінше құндылықтармен толтыруға тырысуымыз қажет. Сонымен бірге тағы бір маркетингтің алдаулары бар. Мысалы ретінде аз ғана қалды, бүгін ғана деген сияқты да. Яғни бұл адамды саналы ойланудан асығыс ойлануға алып барады. Адам асығып ойланған кезде керісінше адамда не қосылады? Мышлениенің орнына сезім қосылады да, сезімменен тез әрекет жасап жүруі мүмкін. Қажет емес зат, бірақ қазір ғана алсаң ал, болмаса ертең сауда тоқтайды, сатылым тоқтайды деген кезде бізде андай бір не болады да, қызық оқиға. Қазір алмасам айырылып қаламын. Окей, енді сен бір ойланып қарашы, сен алмасаң айырылып қаласың да, айырылып жатқан затың саған қаншалықты керек деген нәрсе бар да. Осын бір ойланып көру керек. Одан кейін екінші мәселе, мысалға андай болады, скидкамен тұрған кезде алу. Бұл маркетологтардың бұған қатысы жоқ, жалпы өзімізде да. Мысалы бір осын неде де көрсеткем, когнитивті бұрмалаулар деп айтылады бұл нәрсе қаржы сауаттылығының ішіндегі. Мысалға мен бір зат бар, футболка деп айтайық, мысал ретінде футболканың бағасы 50 мың теңге тұрады. Сосын бір апта, 2 аптадан кейін қараймын, ананың бағасы 30 мың теңгеге құлайды. Сосын мен барамын да, оны 50 мың теңгеге емес, 30 мың теңгеге алдым деймін. Қараш, менде не болады? 20 мың теңге үнемдеп алдым, 20 мың теңге ұттым деген сияқты мәселе болады да. Бірақ осы жерде мына нәрсені түсіну керек. Біз 20 мың теңге үнемдеген жоқпыз, 30 мың теңге шығынды алдық. Біз шығынмен осы жағынан ойланып көруіміз керек. Одан кейін осы эмоционалды шығындардың ішінде мысал ретінде тағы нені айтуға болады. Бұл көп. Мысалға біздің қазіргі уақыттағы 80-90% деуге болады. Яғни шығындарымыз осы бір эмоцияның артынан кетіп жатыр. Яғни бір сәттік үшін, мысалы қоғамдық қысымдар, әлеуметтік қысымдар деген мәселе бар. Осыған қатысты мына қоғамдық қысым деп ашық айта алмасақ та, бірақ қоғамдық тренд деуге болады. Бұл кешегі дубайский шоколад. Яғни барлығы алып жатты, барлығы алып отыр. Анан бір жемесең, анан бір жегенді инстаграмда бөліспесең, кемшілік секілді, бір айып секілді да. Осы нәрсені байқадық. Бұл маркетингтік жүйе, бірақ бұл жерде енді олардың өзінің үлкен бір стратегиялық маркетинг қолданыстары болды. Бұл қоғамдық бір қысым болып қалды. Одан кейін қоғамдық қысым ретінде iPhone-ның соңғы шыққан кезде оны алу мәселесі.
алмасаң бір өзіңді бір жаман сезінесің. Достарыңның арасында бандай бір қаржылай бір кедей сезініп қаласың. Бандай бір дөрекірек айтатын болсақ та. Бірақ біздің бұл эмоционалды шығындарымыздың зардабын тек қана өзіміз көріп жатқан жоқпыз. Осы нәрсені түсіну керек. Оны біз жәнесе менің арқамда тұрған менің отбасым көріп жатыр. Мысалға, менің сондай бір эмоционалды әлсіздігімнің кесірінен, мысалға, анамның уақытылы дәрі салынбай жатыр. Қарындасымның оқуының ақысы уақытылы төленбей жатыр. Үйдегі тамақтың сапасы түсіп кеткен. То есть сапалы тамаққа емес, ақшамызға жететін дәрежедегі тамақты алуға тырысып жатырмыз. Бұл нәрсе түбінде не болып жатыр? Менің бір ғана сезім, бір ғана эмоциям үшін тек қана мен емес, мен, әкем, шешем, анам, әйелім, балам, осылардың барлығы не істеп жатыр? Зардабын көріп жатыр. Сол себепті біз ойлануымыз керек. Әсіресе ер адамдар эмоционалды шығындар жасаудан алдын, жалпы шығын жасаудан алдын мына нәрсені өзіңе қағида етіп ал. 72 сағат жүйесі. Яғни егер бір заттың бағасы 30 000 теңгеден жоғары болатын болса, 72 сағат бұрын ойланам. 72 сағат ойланам, егер 72 сағаттан кейін де оған қажеттілік сезетін болсам, ол кезде мен ол нәрсені сатып алам деген секілді. Одан кейінгі сесе оның пайдасы туралы. Окей, мен ол затты алатын болсам, сұрақтар қой өзіңе. Мен оны алғаннан кейін оның менің өміріме қандай пайдасы бар? Маған, отбасыма не береді деген секілді. Ал одан кейін есе ол нәрсені алу арқылы бандай екінші сұраққа ұқсас, табысымды арттыра ма, немесе шығынымды үнемдей ма деген секілді қойып көру керек. Әрине бұл қалталы азаматтар үшін емес, бұл қаржылай сауаттылықтың алғашқы баспалдағында жүрген кісілерге, яғни айлық пен айлықтың ортасында күн кешіп жүрген, қарыз бен қарыздың ортасында, кредит пен кредиттің, рассрочка мен рассрочканың арасында өмір сүріп жүрген кісілерге уақытынша бүгін, ертең, бір ай, 2 ай, 3 ай эмоционалды шығындар емес, саналы шығындарды жасай тұру керек. Ал одан кейін есе бандай мұқтаждықтар өтілгеннен кейін қалауларға көшіледі. Яғни бұл қалауларымыздың ішінде менің қалауларым бар, және отбасымның қалаулары бар. Бұл тепе-теңдікте жүру керек. Ал одан кейін есе бұл әлеуметтік қысымды, әлеуметтік ортадағы еркіндік деген мәселе бар. Мен осыдан кейін барып, мен әлеуметтік еркіндік мәселесіне шығам. Яғни менің мұқтаждықтарым өтелгеннен кейін, осы мұқтаждықтарының аясындағы қалауларымды өтеп алғаннан кейін барып, мен қоғамдық ортада өзімді қалыптастыру үшін бренд киіне бастаймын, iPhone ала бастаймын, қымбат көлікте жүре бастаймын деген секілді. Мысалы, артындағы көлік бұл мені А нүктесінен Б нүктесіне алып баратын құрал ретінде қарамаймын. Өйткені бұл біріншіден менікі емес. Осы мәселені арасын ашып алайық. Екінші мәселе, жалпы бұл көлік менің әлеуметтік статусым. Яғни А нүктесіне Б нүктесіне алып баратын көліктің бағасы мен үшін дәл қазіргі уақытта 10-15 миллион болуы мүмкін. Ал оның үстіндегі мысалға 20, 25, 30, 35 сондай көліктер, бұл менің статусымды білдіретін көліктер. Өйткені мені бір А нүктесінен Б нүктесіне дейін комфортын алып баратын көліктің бағасы 15 миллион теңге болуы мүмкін. Мысалы ретінде айтып жатқанда. Ал оның үстіне қосымша ақша қосып сатып алатын көліктер есе қоғамдағы өз статусымды білдіретін көліктер болып табылады. Мысалы, сағатты тура солай. Дәл қазір мысалы менің қолымда 26 000 теңгелік Фажердің сағаты. Бұл мен үшін уақытты көру үшін және әдемілік үшін алынған. Бірақ бұның үстіндегі қосылатын қосымша ақшамен қосып сатып алынатын ақшалар, бұл менің әлеуметтік статусымды білдіретін шығындар. Бұл жасау дұрыс па? Иә, әрине. Енді табыс тапқаннан кейін ол табыстың рахатында адам көру керек. Не үшін табыс тауып жатырмыз? Бірақ рахатын көрем деп өміріміздің сапасын түсіріп алмауымыз қажет. Мысалға, ойлап қараңызшы. Қазір мен бандай бір 5 миллион теңгеге немесе бір 7 миллион теңгеге Rolex-ның сағатын алып жатырмын да. Бірақ үйде баламның медициналық бандай сақтандыруда тұрақтылығы жоқ. Бандай дәрігерге әлі тексерілмеген, бандай бір денесіне түрлі бір аллергиялық бір таспалар тасқан болуы мүмкін, немесе әйелімнің денсаулығы нашар болуы мүмкін, тісі ауырып жатқан болуы мүмкін, немесе анамның бандай бір басы ауырып жүр, емделмейді, ақша жоқ. Бірақ мен ақшаны мына жаққа жұмсап жатырмын да. Қаржы сауаттылығы деген міне осы жерде көрінеді. Қаржылай сауатты адам мына бір қалауларына, мына бір айтқанда хочу деген нәрселеріне тоқта дейді, ақшаны алады да, мына бір мұқтаждықтарын жабады. Солай өмірінің сапасын көтереді. Осы нәрсені орындауға тырысуымыз қажет. Эмоционалды шығындар бұл біздің қалауларымыз, саналы
шығындарымыз бұл біздің мұқтаждықтарымыз. Мұқтаждықтар жабылады, одан кейін эмоционалды шығындарға рұқсат беріледі.